Умраға ақшасы көп адам бара албайды. Умраға өте ақылды адам да бара албайды. Умраға кім барады деп айтылады? Умраға Алла шақырған адам барады. Ибрахим алейхиссалам шақырды, Алла Таала үнді жеткірді. Ким ошол шақырыққа лаббайк деп айтқан болса, ошол адамдарға Алла Таала ажылық мен умраны нәсіп қылады екен. Ошондықтан лаббайканы көп айтыңыздар. Өткенде бір шәкіртіңіз келді, оқушыңыз. Устаз, мен ажылық умраға барғым келеді деді. Анан айттым, сен лаббайканы әрбір намаздан кейін лаббайканы айтып жүр. Тахаджуд намазға тұру лаббайканы айтып жүр деп қойдым. Былтыры. Ана мен вазифаға тапшырма бердім, бірақ өзім ұмытып қалдым. Кейін былтыры қышта ушундай учурда умра кетіп отқан екен. Қантып кетіп отасың дедім. Аным да сырттан қарағанда ақшасы деле жоқ эле. Десем, сіз лаббайканы үйретіп қойдыңыз эле. Осы лаббайканы 3 ай айттым дейді. Азыр мына кетіп отам дейді.